Әулие Онуфриус шіркеуінің жоғары қоңырау мұнарасы. Мен қоңырау мұнарасының астындамын. Дәлірек айтқанда, қоңырау мұнарасы мен ғибадатхана ғимараты арасындағы линтельде, оң жақтағы қабырғадағы терең тауашалар. Кірпіштер жарты шеңберге салынған. Кірпіштердің сапасы төмен, қалыңдығы мен өлшемдері әр түрлі. Сондықтан кірпіш арасындағы тігістер кең. Тауша сыланған. Ішкі кеңістіктің қалған бөлігі сияқты. Қоңырау мұнарасының ішінде мұндай өлшемдегі және пішіндегі тауашаның не үшін қажет екен үшіні түсініксіз. Екінші жағында өткел және жоғарыға қадамдар бар. Бұл үзінді тауашаға симметриялы емес. Оң және сол жақ қабырғалардағы саңылаулардың орналасуы сәйкес келмейді. Орналасудың қаншалықты әр түрлі екенін қараңыз. Жоғарғы жағында да айырмашылықтар бар. Қораптар симметриялы емес. Қоймалар көлемімен орналасу жағынан да сәйкес келмейді. Тауашасы өткелден әлдеқайда үлкен. Тауашалар жоғарақ және кеңірек. Баспалдақпен көтерілу үшін көп еңкею керек. Сіз тауашада толық биіктікте тұра аласыз. Әдетте мұнда мүсін қойылған деп айтады. Бірақ шіркеуге сырттай қарайық. Қоңырау мұнарасының сыртқы қабырғаларында тауашалар жоқ. Ғимараттың қасбетінде мүсіндерге арналған тауашалар жоқ. Сыртқы бүйір қабырғаларында бірде-бір тауашасы жоқ. Құрбандық үстелі жағынан қабырғаларда тауашалар жоқ. Сондай-ақ ғибадатхананың ішінде мүсіндерге арналған тауашалар жоқ. Жалпы адам өлшеміндегі мүсінге ұқсас тауашалар еш жерде жоқ. Жалғыз тауашасы қоңырау мұнарасының астындағы өткелде. Мен мұнда мүсін қоюға болатынына келсем. Шіркеушілер өздері салмаған басқа біреудің ғимаратын басып алған кезде. Бастапқыда бұл тауашалар қандай да бір практикалық мақсатта жасалды. Ғимарат өзінің функционалдық мақсатын орындай алу үшін. Ол үшін оны адамзаттың соңғы циклінің құрылысшылары жасаған.